Александра Костенюк, Бибісара Саубаева, FIDE Women's Grand Prix. ATF3, ATF6, C4, G6, AC3, G7, E4, D6. Бұл әдейілеп ойнайтын вариант Грюнфельд болмау үшін. D6, D4, ескі үнді қорғанысы. Рокировка, P2, сарбазды негізгі орталыққа қойды. Рокировка, ат 6. Және бұл жерде көбінесе енді D5 деп жүреді, немесе G5 деген амалдарды пайдаланады, бірақ Александра басқа шешім қабылдады. Алдық, және вәзір C2. Вәзір C2 о бастан мына сарбазды қорғау, өткені ат C5 деген әрекеттер болуы мүмкін. C6, мына D5-тегі торды бақылауды ұстау, және ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Ат C5, піл E3, вәзір E7, F4. F4 өткені мына атты қорғау керек. Алдық, және F6 бұл енді байлау әдісі. B4 дәл қазір өтпелі шабуыл амалын пайдаланғысы кеп тұр, бірақ осы жерде Бибісара қателесті, тура E8 деп. Жалпы Бибісараның мына қазіргі жағдайы маған ұнамай тұр, өткені көп қателесетін болған. Өткен дәл қазір мысалы 0.34 деп тұр, бірақ мына тура E8-ден кейін 2.08-ге дейін нетті. Піл C5, вәзір E6, міне осы жерде Александра Костенюк H3 деп жүрді. Бұл енді қателік, ең дұрысы G4, бұлай F5 және тура D1 деген ақтардың басымдығы айқын болар еді. Бірақ Александра Костенюк та қартайған сияқты, өткені себебі осындай бұрын бұндай қателіктер жібермейтін деп атқан ғой. H3 естеріңе сала кетейін, бұл бұрынғы әлем чемпионы болған адамдардың бірі. Алдық, піл G4, вәзір F6 және F5. F5 өткені енді мына пілдіңді шығуына және мына пілдіңде шығуына мүмкіндік бермеу. B6, піл E3, тура F8 және FG. FG, вәзір G6, алдық, және піл F3. Мына сарбаздарға шабуыл жасау, мына пілде, мына турада және мына пілде керемет деп айта алмаймын. Қаралардың белгілі бір қиындықтары бар деп атқаным ғой. Алдық, және піл D7. Бұлай қарасаңыз, мынау өтетін сарбаз, бірақ бұл толығымен бұғатталған, ал қаралардың фигуралары өте нашар орналасқан. D1, E8 және B5. Енді байлау әдісін әдемі пайдалану керек. Ақтардың басымдығы бар, кішігірім болса да тура C8, піл F5, A8, A4, алдық, және H5. H5 өткені мына G4, G5 деген әрекетті болдырмау. Тура C1, піл D6, G4. Енді Капабланканың сүйікті ережесі, позицияңыз нашар болатын болса, бірінші кезекте сарбаздарды айырбастау керек. Алдық, және патша G7. H4, D8, G5, B8 және F1. B7 енді қомағалар қатарын барынша қорғауға тырысып жатыр. Шах, H6, шах, бұлай, шах, патша G2. Тура C7, шах, және H5 алға қарай өзінің өтетін сарбазын жылжытып батыр. Піл E7, піл D2 әрине айырбастамайды, өйткені ол біліп тұр. Айырбастаған сайын позицияның мүмкіндіктері азая бастайды. Тура C2, F2, тура C4, піл D1, тура D4, H6 шах, патша H8 және піл C2. Болашақта мүмкін мына соңғы қатардың әлсіздігін пайдалану. Шах және піл C5 барынша қарсыласқа шабуыл жасау. C3, G6, алдық, шах және патша H7. G2, алдық, бұлай, патша G7, бұлай, алдық. Енді қалған енді аса қиын емес, өткені барлығы бір патша бәр уәзір қанатында және ешқандай қиындық жоқ. Бірақ сонда да мына жерде ерекше айтқым кеп тұр. Мына жердегі қателігі, осы қателіктен кейін жағдай қиындап кетер еді. Өйткені мына C5, E6, мына H3 деген жүстердің барлығының арқасында ол құтылып кетті. Жалпы дәл қазір Бибісараның жағдайы керемет деп айта алмаймын.